Ішкі істер министрлігін криминалдық полиция департаменті қылмыстардың алдын алу және жолын кесу бойынша жұмыс жүргізуде. Басты міндет азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 6 айда елімізде қылмыстар саны 10%-ға төмендеді. Аса ауыр қылмыстармен күрес ерекше назарда. Кісі өлтіру қылмысы 9%-ға азайды. Өткен жылдардағы қылмыстарды ашу жұмыстары жалғасуда. Жыл басынан бері 15 кісі өлтіру, 19 ауыр дене жарақатын келтіру фактісі, 7 зорлау және 31 бұзақылық қылмысы ашылды. Ұрлықтар саны 16%-ға азайып, олардың ашылу деңгейі артты. Ұрлық жасағаны үшін 5000-нан астам адам ұсталып, шамамен 600 қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды. Мал ұрлығына қарсы күресте тұрақты бақылауда 119 адам ұсталып, 28 қылмыстық топтың жұмысы тоқтатылды. 6 айда іздеуде жүрген 678 адам ұсталды, олардың 90-ы шетел аумағында. 28 қылмыскер елге экстрадицияланды, 14 адам депортацияланды. Сонымен қатар жоғалған 362 азаматтың жүрген жері анықталды. Заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл жалғасуда. Павлодар облысында 2 заңсыз көші-қон арнасы анықталды. Осындай қылмыстық схемалар Шымкент қаласы мен Маңғыстау облысында да жойылды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.